есімім Алила, менің даусымды күнделікті 100-ден аса қазақстандық тыңдайды. Жоқ, мен танымал тұлға емеспін. Мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының байланыс орталығында жұмыс істеймін. Қайырлы күн, оператор Алила, қандай көмек көрсете аламын? Байланыс орталығында біздің мақсат тек түскен сауалдарға жауап беру ғана емес, салымшыларға түсіндіру, қолдау көрсету, сенім орнату маңызды. Сіздер алуға қолжетімді сума деген жерде 50% шықса, Зейнетақы қорының байланыс орталығы күніне 40-тан 135 қоңырауға дейін қабылдайды. Әрине, бізге күнделікті әртүрлі сауалдар кеп түседі. Менің есімде қалғаны, бір кісі менің жинағым жетпесе, қосып бере аласың ба деп сұрады. Мен ол салымшыға, ол сіздің еңбек өтіліміңізге байланысты, зейнетақы ол жалақы емес, ол болашаққа дайындық екенін түсіндірдім. Осы тұста әрбір салымшыға қарттығыңызға ертерек қамдануға кеңес беретін едім. Өйткені қарттығыңыздың қазыналы болуы, ол бүгінгі зейнетақыңызды дұрыс жоспарлауға байланысты. Бізде зейнетақыны жоспарлау үшін әртүрлі құралдар бар. Оның бірі болжамды зейнетақы калькулятор мен дербес зейнетақы жоспары. Ол біздің enpf.kz сайтымызда қолжетімді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының салымшыларына тек ресми дерек көздеріне сенуге кеңес береміз. Толық әрі нақты ақпаратты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының байланыс орталығы 1418 нөміріне хабарласу арқылы ала аласыздар. Сонымен қатар, қордың ресми сайты мен әлеуметтік парақшаларынан оқи аласыздар. қоңырау шалғаныңызға рахмет, сау болыңыз, желден ажырамаңыз. Егер зейнетақы жинақтары туралы сұрақтарыңыз туындаса, 1418 нөміріне хабарласыңыз.